Достар, бүгінгі біздің видеоның аты «Бай отбасы». Оның бірінші сериясы әлдеқашан шығып қойған. Бұл екінші сериясы болады. Ал біз екінші сериясын бастаймыз. Алдыңғы сериясында қызметші үйді жинап жүрген. Қазір үйді жинап бітті. Енді ол аспазға қандай тамақ жасайтынын айтып идея салмақшы болады. Так, біздің ханым макаронды жақсы көреді, сондықтан макаронды жаса, ал қыздар күнделікті жеп жүрген блинчигін жейді. Аха, жарайды, қазір жасайтын боламын. Мен дайындап болдым барлығын. Аха, жарайды. Ханым, түскі ас ішуге келіңіздер. Аха, қазір барамыз. Мына төртінші орынға кім отырады? Күзетші ме әлде? Сен бе? Мен отыра салайын, күзетші қазір қолы көтермеседі. Аха, жарайды мұнда. Маған неге жағылмағансың? Қазір жағылатын. Ұсталып алайын да сізге жағып берейін. Әрине. Неге ыстықтай шайдан көп берейін? Ой. Болмасты бұл. Бәріңізге ас болсын. Рахмет. Ыдысты жуасын. Шеф-повар бар ғой, мен жинаймын ғой. Шеф-поварды ұмытып қала берем ше. Жарайды онда. Тағы жейсіз ба? Иә, бірге сағайын жүрші. Ас болсын. Болғаннан кейін не айтатсың? Сен қызыма сөйлейтін болғансың ба? Ай, кешіріңіз, өзім үйімдегі қызыма бұзық болған кезде сөйтіп айтатын бар еді да. Сол кезде. Сол әдет болып кеткен ғой уже маған. Не сума? Жоқ. Соқтарды, көк түсті соқтардың бір түрі ғой. Жарайды, қазір көрейік. Түсті соқтардың біреуіне ұқсайды екен. Жарайды, біз онда кеттік. Ертең сабағымызды оқып деген сияқты да. Көршілермен ешқашан таныспайтын болдыңдар ғой, сендер сабақ, бірдеңке жұмыс деп. Жарайды, мына жерді жинай бер. Иә, ханым. Жууға тастаймыз. Жоқ болғаннан кейін ыдыстарды орнына қойды. Өзің қаныңызша бірдеңке жеп алды. Сосын бізге кешкі асты дайындап кете берсең болады. Бала түсті кім жуады? Әрине сен жуасың. Да шу. Өзім жуам ғой. Бірақ ханым, қызметшілер тұрғанда түсті сіз жуғаныңыз қалай болады? Ештен кетпейді. Бұрында қызмет жоқ десе сөйтіп істеп үйреніп қалғанмын ғой. Мыналарды ашып қойсаңдар. Пешті ашып қоймайсыңдар ма? Ертең істемей қалады ғой. Жарайды, ханым. Ханым, сізге массаж жасап берейін ба? Иә. Так, мен кешкі ас дайындап болдым. Енді ханымдарды шақырайын. Ханым. Ой, кешкі асқа барып қайтайын. Қызметші, сен де келсеш. Әрине барам. Мені тәтті тамақ күтіп тұрған сияқты. Енау, боқ па? Жоқ, каша ғой, каша. Кәдімгі каша. Каша жеп көріп дейіңіз. Кімді көрмеген шығарсыз сіз өміріңізде. Дәл уақытында кеппіз ғой. Дәл уақытында келіңіздер. Тәтті тамақ сияқты. Қазір десерт болады. Десерт? Дәмді жоқ қой десерт. Тамағың өте дәмді, десертің өте дәмді болады деп ойлаймын. Ладно, жеуге. Өте дәмді екен, принципе, маған енді күнде қандай да әзірлейсің. Так.
Біз ішіп болдық, мына жеріне бір аспашы, және заттардан алып қайта берсем болады. Аха, жарайды. Ертең сіздерде тамақ күтіп тұр. Өтеден демек, әрине, не үшін? Потому что ертең Дивали мерекесі. Дивали мерекесін үнемі ұмытып да жүремін. Жарайды. Қыздар бөлмемізге барайық. Ханым, сіздің бөлмеңіз төменде. Төбеге гостиныйға баруға болмайды ма екен? Гостиныйға баруға болады әрине. Достар, менің TikTok арнамада тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Каналымның аты да Нұрайка Исламова. Так, біз мұнда пока телевизор көріп отырамыз. Сен киімін кеуіпті. Олар кеш не истап сынасынан орындап жатқан кезде оларда күн болады. Және олар не қызықатты кеткендіктен олар ұйықтауға жатады. Және ол өзін жеттіріп бергенше кедейлерге бермек болмайды. Және ол ол сөйтіп қыз
Таң атады және олар ұйқысынан тұрады. Бүгін мен мектепке бара жатқанбыз ғой. Мектепке дегенім колледжге. Мына дауыс үшін кешірім сұраймын. Айтпақшы достар, оларға мектепке баратын емес, онлайн сабақ келіп отырсыңдар. Мен бүгін сабаққа ешкілетін болдым. Лили. Не болды? Бүгін онлайн сабақ өте ешкім болып отырсың ба? Кешіккен жоқсың. Давай, тез мен компьютеріне кірейікші. Рахмет саған. Саған компьютер ауыстырып кетіппіз ғой. Жарайды, менің сырттарым қайда? Сырттарыңды дамып жүрсің ба? Ма тез ал. Осылай олар сабақтарына қайда. Қыздар тұрамыз. Мәз саған тұрып кеткен алай. Қыздар, бүгін оларға онлайн сабақ екен ғой. Қыздар, таңғыстарыңыз істеңдер. Нашым бірінші сабағымызды қылайық. Сабақтың бітуіне 1 жарым сағаттай қалды. Я, нашым, кішкене күте тұрыңыз. Жарайды, гостиницада. Сабақ бітті ғой әйтеуір дегенде. Иә, меке рахмет. Саған мектеп заттарын алу керек екенін анама айтуым керек. Айтпай қой, анамды шығынға келтірерсің. Айтуым керек. Мен айтпақшы, видео түсіруім керек қой бүгін тоже. Сәлем достар. Бүгін бізде менің жаңа сабақ оқып болдым. Енді қазір таңғы ас ішемін. Бұл менің бөлмем, мына менің сіңілім. Сәлем. Менің аты Лейла, менің атым Лейла. Достар, мына біздің ванной, мынау менің сіңілім. Дұрыс айтшы. Иә. Сіңілім бөлмесі аз болғаннан кейін бүгін заттар алады, сол бөлмесінде көбейеді. Мынау менің мамам және біздің гостиница. Сәлем, бәріңізге. Бұл біздің бассейн. Біз бұл жерде көреміз. Так. Мынау бізде бірінші этаж, мынау біздің охранник. Сәлем. Отыршы. Так, мынау біздің кухня. Қазір таңғы ас ішейін деп жатыр. Мына біздің қызмет аспазшы. Сәлем. Мынау біздің төмендегі ванной. Мынау енді бізден. Анамның бөлмесі. Үйді анам жинамай, қызметшіні көрсетші десеңіздер. Қызметші, қазір шығам. Қызметші. Вот қызметші бізде. Осымен менің видеом аяқталып. Наконец-то камераға видео түсіріп болды. Енді оны ютуб қосыламын. Каз билет көпеді. Ана бөтені алдында көп бөте. Ана бөтені. Бөтені? Шақтысы бар. Бар ма? Иә, тағы 3 жарайын деп тұр. Ой. Дина деген қыз ғой, Дина деген қыз.
деген қарындасы бар. Олар таныш болды. Осы кітап оқып жатыр, бізбен жүріп жатыр. Мына жерде жинап жүріп қойды.